Әңмеске бар жан, надандар да хаваланмо. Білгенге маржан. Алуан тақырып аясында әркімнің ойы әр басқа. Біздегі талқа тыңдаушыны толғандырса, онда білгенге маржан болғаны. Армысыздар қымбатты көрермен, сіздермен бірге білгенге маржан бағдарламасы. Осы орайда экран алдындағы барша көрермендерімізге айта кетер бір жағымды жаңалығымыз, яғни қоғамның әр алуан тақырыптарынан ой қозғап, сіздердің әр жексенбілік кештеріңізге өзіндік мәнін сыйлап отырған білгенге маржан бағдарламасы экранға көтерілгеніне 2 жыл толу байланысымен мінекей шырт жаңа бір сахналық бейнесімен өздеріңізбен қауышып отыр. Айдарымыз тіпті де тартымды мазмұндармен ары қарай жалғаса беретін болады. Ендеше бүгінгі әңгімемізге көшейік. Бүгін мемлекетіміз бойынша жылына бір рет алынатын жоғары мектеп емтиханы биылғы өзінің күзеулі шағына да таяп қалған сияқты, санаулы ғана уақыт қалды. Ендеше ертеңгі асқақ арманға құлшына құлаш сермеп, талмас табандылықпен жоғары мектеп емтиханына аялсыз уақытпен жарыса, тас түйін дайындалып жатқан шабандоздарымызға біздің де айтар тілегіміз тек қана сәттілік болса екен деп ойлаймыз. Ендеше бүгінгі тақырыбымызда мінекей осы жоғары мектеп емтиханы жайында болмақ, яғни жоғары мектеп емтиханына оқушылар қалай дайындалу керек, қандай жайттерге көңіл бөлу керек. Тақырып аясында студиямызға қымбатты уақыттарын қиып келіп отырған қонақтарымызбен ең әуелі таныс болыңыздар. Үрімжі қалалық 36-шы орта мектептің физика пәнінің оқытушысы Байдолла Зұлқарнайынұлы. Қош келдіңіз. Байдолла Зұлқарнайынұлы. Емтиханға дайындалуда оқытушының жетекшілігі басты орында тұрады. Жоғары мектеп емтиханында оқушылардың қабілетін жан-жақты жетілдіру, оқушылардың жоғары мектеп емтиханында жақсы нәтижеге жетіп, табысқа жетуінің кілті деп қараймын. Жарайды, әңгімемізді ары қарай жалғайық. Келесі қонағымыз Шинжаңда шесі Жұңго тіл шөйәнінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Бәтима Бейдоллақызы. Қанеки, сіздің ойыңызды білейік. Бәтима Бейдоллақызы. Емтихан кезінде атана өзінің де, баласының да көңіл күйін орнықтыра білу керек. Баланың мектепке бара алмауы ішкі себепке, яғни баланың өзінің тырысшаңдығына байланысты десек те, ата-ана болған адам сыртқы себепке, яғни баланың тұрмыстық жағына сәл қарауға болмайды деп қараймын. Әрине, ата-ана болған адамда өзінің міндетін адай ету керек. Солай ма? Келесі қонағымыз сөз кезегін алсын. Санжы Хұйзу автономиялы облыстық 2-ші орта мектептің әдебиет сабағының оқытушысы Ғарапа Нәсиоллаұлы. Қош келдің, Ғарапа. Ғарапа Нәсиоллаұлы. Таудай табыс талмас талпыныстан келеді. Рахмет. Жоғары мектеп емтиханына толық жеткілікті жақсы дайындалу үшін менің пікірімше алдымен оқушылар емтиханды дұрыс түсініп алу керек, емтихан құрылымын жеттік игеріп алу керек деп ойлаймын. Рахмет. Ары қарай жалғаймыз. Күнес аудандық 1-ші орта мектептің орынбасар бастығы, математика пәнінің оқытушысы Санатбек Тоқтарбекұлы. Қош келдіңіз. Санатбек Тоқтарбекұлы. Оқудың тамыры сабақта, білімнің тамыры талапта. Енді мына оқушыларымыз математикадан белгіленген нөміршекке жетпей қаламын деп қатты алаңдайды. Енді бұл жағында математика үйренім танымы дұрыс орнатса, нәтиже жаратады деп қараймын. Ең әуелі сөзіміздің кезегін Санатбек мұғалім өзіңізге бергіміз келіп отыр. Осы Күнес аудандық 1-ші орта мектепте математика пәнінен ұзақ жыл сабақ өтіп келе жатырсыз. Толық орта мектептің 3-ші жылдығына, иә? Енді математика пәні жалпы балалар үшін өте бір қиын сабақ ретінде қаралады ғой. Одан көп нөмір ала алмаймыз деп қарайды. Дегенмен де осы себептен осы сабаққа кішкене селқос қарап жақсы дайындалмағандығы себепті кейін жалпы емтихан нөміріне әсерін, ықпалын тигізетін, өзінің армандаған мектебіне бара алмай қалатын осындай жайттер бар. Ендеше осы бір мәселе төңірегінде сіз қандай бір ойыңызды, қандай бір тәжірибеңізді бізбен бөліскіңіз келеді? Енді оқушылардың математиканы қиын деп қарап, оған немқұрайды қарау, математика сабағына қызықпайтын, математиканы үйрену жөніндегі сенімі жоқ, алдағы мақсаты жолында дәрменсіздік танытқан оқушылардың сылтауы. Әсілі математика пәні де үйренуге болатын, қызықты, нөмір алуға болатын сабақтардың бірі. Енді әсілі бұл жөнінде оқушылардың осы танымның таяздығынан жоғары мектеп емтиханында жалпы нөмірі 1-ші, 2-ші қарарға толса да, математикада нөміршекке тола алмай қалу себебінен жоғары мектепке қабылдана алмай қалатын жайттар сақталып жатыр.
Бұған мысал өте көп. Мәселен, біздің мектебімізде де өткен жылы 24 оқушы математикаға номер шегіне жетпеу себебінен бірінші, екінші қарарға қабылданбай қалып отыр. Енді математика сабағын қайткен жақсы үйренуге болады деген кезде, менше математикаға қарата оқушылардың танымы дұрыс болу керек, үйреніп кете алатын жөнінде сенім болу керек. Сондай-ақ оған соңына дейін ізденіп кететін табандылық таныта білу ең маңызды. Енді бұл үшін оқушы барлығын бір жолда игеріп ала алмадым деп алаңдаудың қажеті жоқ. Енді оқушының өзінде серпілу болмаса, өз үйренуді қаламаса, онда ешкімнің амалы жоқ. Олай болса, оқушыларда осы жөнінде көзқарасында бұрылыс жасау керек. Оған әсіресе математика оқытушылары оқушылардың негізіне қарай айырым тәрбиелеу арқылы оқушыларға мен де математикалық мәселені алдастыра алады екенмін дейтін сияқты көзқарас тіктеуі, оларға сенім орнатуына жақыннан жәрдемді болып нұсқаушылық ету керек. Екіншіден, сабақты алдын ала оқып келу, дайындалып келуге жақсы қарау керек, мән беру керек. Мәселен, сабақты оқып келу барысында тек қана оқып қоймай, бұны маңызды мазмұндардың астын сызу, белгі қою, өз көзқарастан кітап шетіне жазып қою, онан кейін осыдан нелерді түсінді, нелері әлі күңгірт, енді сабақ барысында нелерді оқытушыдан түсініп алуым керек дегенде алдын ала тексеріп шықса болады. Енді үшіншіден, сабақты мұқияттылықпен тыңдау, естелік жақсы алу керек. Ал енді естелік алу дегенде ұғымдық түйіндіктерді естелікке алуға. Екіншіден, типтік мәселелерді естелікке алып отыру керек. Үшіншіден, оқытушының ойлау әдісін есептеу жолдарын естелікке алып отыру керек. Төртіншіден, қателіктерге берілген түзетулерді естелікке алып отыруға шебер болса болады. Уағында пысықтап отыруды күнделікті дағдыландыру керек. Мәселен, мектептің шығарып берген 8 сағаттық сабақ сеткасынан тыс қалған уақыттарын ғылыми жүйелі жоспарлы түрде орналастырып, өзінің үйренуіне уақыт шығару керек. Емтихан беруді үйрену, бұл енді осы өз қабілетін әйгілеудің басқышы енді, бейнесі. Енді осы емтихан беруді үйренуде оқытушы көбінде таңдау сұрауларына қатысты әдіс амалдарды үйреніп қана қалмастан, үлкен мәселелерді есептеу үшін айтқанда, оның басқышы бойынша ретті түсінікті етіп, ойын қағаз бетіне дәл бейнелеп бере алатын шебер болу керек. Енді әсіресе емтихан бергелі тұрған оқушылар үшін айтқанда, бір есепті бір әдіспен көп есепті істеуге арқылы өзінің білімін бекемдесе, бір есепті көп әдіспен істеу арқылы өзінің қабілетін дамытуға мән бергені жөн. Осылай болғанда өзінің емтиханға төтеп беру қабілетін арттыруға болады. Осы жағдайларында құлшыныстар жасаса, математикадағы нәтижесі біртіндеп алға басады деп ойлаймын. Ол да бір алмайтын қамал емес, е? Өте қиын деп санауға болмайтын шығар мүмкін. Енді Байдулла мұғалім, Үрімжі қалалық 36-шы орта мектепте физика сабағын беріп келе жатырсыз. Ұзақ жылдық оқыту жұмысымен айналысу барысында сіз де өзіңіздің тәжірибеңізді топтап үлгерген шығарсыз. Жаратылыс пәндерге жалпы оқушылар қалай дайындау керек? Осы жағында дайындалу барысында жалпы әр жылғы осы жоғары мектеп емтиханының нәтижесі жарияланғаннан кейінгі өздеріңіздің қорытқан ойларыңызға негізделгенде балалардың осы жаратылыстық пәндерге дайындалу жағында сақталып отырған тағы қандай мәселелер бар? Мен енді жаратылыстық пәндердегі оқушылардың емтиханға дайындалу кезінде сақталып отырған мәселелері төмендегідей деп қараймын. Бірінші, біз енді жоғары мектеп емтиханын осы жуықтағы жылдардан бері 3 айналымға салып пысықтап алып баратын болдық. Осы 3 айналымның әрбір кезеңінде оқушылар елуге тиісті, білуге тиісті түйіндер толық меңгерілмей қалады. Мәселен, бірінші айналым 8 айдың басынан басталса, осы бірінші айдың аяғы, келесі жыл бірінші айдың аяғына дейін тәмамдап болу керек. Бұл кезде оқушылар негізінен оқулықтағы негізгі білімдер, негізгі заңдылықтар, негізгі құбылыс, аксиома, теорема деген секілді осы негізгі, ең негізгі қарапайым білімдерді сөз жоқ, елеу керек. Демек, бұл сатыда негізінен оқушылар білімді иелеп, ой қорыту сатысын қалыптастыру керек. Екінші реткі айналымда оқушылар, яғни 4-ші айдан 3-ші айдың аяғынан бастап 4-ші айдың аяғына дейінгі осы уақыт мерзімінде оқушылар жаңағы үйренген білімдерді өзара бір-біріне ұштастырып, универсалдасқан қабілет жетілдіруге қарай ойысу керек. Өйткені біздің жоғары мектеп емтиханымыздың
ана тақырыбынан шығып тұр, тақырыбында қабілет сынау емтихан деп айтылып тұр. Ондай болады екен, тек білімдерді иелеумен ғана оқушылардың емтиханға төтеп беру мүмкін емес. Сол үшін менің бірінші сақталып отырған оқушылардағы мәселе деп қарайтыным, оқушылардың бірінші айналымдағы кітаби білімдерді және ішсүзіндік нақтылы білімдерді өзінің шынайы біліміне айналдыру жағында үлкен жетістік бар деп қараймын. Ал екінші айналымда, жаңа бірінші айналымдағы сақталған білімдердегі топталу жетерсіз болғандықтан, екінші айналымда қабілетті жетілдіру жағында көптеген әлсіздіктер байқатады да, білімдерді өзара ұштастыра алмау, бір-бірімен тоғыстыра алмау, яғни олардың арасындағы ішкі байланыс таба алмау секілді мәселелер сақталатындықтан, екінші айналым сәтті болмай қалады. Үшінші айналымға оралғанда оқушыларда сабақтан тоқырау, немесе көңіл күйде орнықсыздық пайда болу, емтиханнан күдерінізу секілді жайттер келіп шығады. Демек, бұлардың барлығы емтиханды сәтті тәмамдаудың үлкен тосалғылар деп қараймын. Менің енді ұзақ уақыттық оқыту тәжірибеме негізделгенде, жоғары мектеп емтиханына дайындалуда бұл кінәраттарды келтіріп шығарған басты себеп сабаққана оқытуының, сабаққана пысықтауының өнімсіздігі болып отыр. Ал енді мәселенің барлығын мен көбінде оқушыларға арта бергім келмейді. Сабаққана оқытуның өнімсіздігін кім келтіріп шығарған дегенде, осы отырған біз оқытушылар келтіріп шығарғанбыз. Бірінші, оқытушының сабақ сөйлеуі мен оқушының сабақты үйренуі бір деңгейге түспейді. Мәселен, мен өз білгенімді бойынша сабақ дайындаймын. Оқушының ішсүзіндігін негіз етіп, жоспар, жоба жасау жетерсіз. Сол себепті оқушы оқытушының идеясына ойын тоғыстыра алмайды да, емтиханда сабаққа жүйелі дайындық көре алмайды. Кейде бір оқыту нысанасын жасайды мұғалімдер. Ол бәлкім басқа бір мектептің оқушыларына жасаған нысанасы болуы мүмкін. Бәлкім бір озық мектептің өзінің оқушысына арнап жасаған нысанасы болуы мүмкін. Оны әкеліп өзіміздің алдымызда тұрған оқушыға әкеліп істесек, бұл үйлесімсіздік жасайды. Демек, біз оқыту нысанасын жасағанда оқытушыларымыз оқушылардың ішсүзіндігіне, мектептің шарт жағдайына, оқулықтың жүйесіне бағынышты түрде істеуіміз керек. Әсіресе сабақ өлшеміне бойсынуымыз керек. Одан сырт әр жылғы емтихан программаларының, емтихан түсініктеріне жүгінуіміз керек. Үшінші жақтан алғанда, үйрену мазмұны мен пайдалану материалдары бір деңгейге келмей қалады. Мәселен, біз жоғары мектеп емтиханына дайындалған кезде көптеген мектептер, көптеген оқытушылар түрлі материалдарды заказ беріп алып алады. Бұл менің оқушыма жарай ма, жарамай ма, үйлесе ме, үйлеспейме деген нәрсені ойласпайды. Яғни, сенің ашқазаның осы тамақты қорта ма, қортпай ма деген мәселемен есептесіп жатпаймыз. Төртінші жақтан алғанда, сабақ сөйлеуде бауырағыштық кемшілік болады. Бір сарынды. Немесе оқушының білгенінде сөйлейді. Оқушы білмегенінде сөйлейді. Оқушының біліп жатқан, білмей жатқанымен есептеспейтін жағдай өте көп. Біз әу баста оқушыны бастап пысықтауды бастаған кезімізде барлық оқушылардың ішсүзіндік жағдайын бір рет ойласып, жөні келсе, бір рет жазбаша тексеру документін алып шықсақ болады. Осы негізде оқушылардың үйрену деңгейін бастауымыз керек. Оқушылардың үйренуінің бастау түйінін қай жерден бастауымыз керек дегенде осылай белгілеуіміз керек. Демек, менің бұл ойым оқытушыда жоғары мектеп емтихан деген талғампаздық идея болу керек. Жоғары мектеп емтиханы нені сұрайды? Қандай білімдерді қажет етеді? Қандай қабілеттерді жетілдіру талап етеді деген нәрселер жөнінде сөз жоқ, оқытушы ойлану керек. Жоғары мектеп емтиханы қалай дегенмен бір баланың өміріндегі бір өтпелі шешуші кезең ғой, иә, ол болашақ арманына қарай жол алатын, бастама сол жерден басталатын сияқты бір шешуші түйін болғандықтан да оған дайындалудың мазмұнында осындай жан-жақтылы болып жатқанын көріп отырсыздар. Қарапа, әдебиет сабағын өтесің, иә? Әдебиет сабағы енді оқушылардың арасындағы өздері көп айтатын, өз тілдерімен айтқан кезде нөмір ұтатын сабақ. Десе де, бұның да өзінің қиындығы мен өзінің қызығы бар шығар. Әдебиет сабағына дайындалуда сенің бөлісетін қандай тәжірибелерің бар? Алдымен емтиханның құрылымын түсініп алу керек деп. Бұл өз әдебиет емтиханның құрылымын қарайтын болсаңыз, ең әуелі біз әдеби шығармаларды жанр бойынша бөліп, балалардың қабілетін сынаймыз. Мысалы, прозалық шығармалар бар, поэзиялық шығармалар бар. Осы секілден осындай жанрлар бойынша сұрақтар шығады.
Одан кейін оқу қабілетін балалардың, түсіну қабілетін, талдау жасау қабілетін және жазушылық қабілетін сынайды. Енді осы емтиханның құрылымын түсініп алғаннан кейін осы емтиханның құрылымы бойынша дайындалу керек. Мысалы біз әдетте міндеттемелі 5 оқулық бар. Осыдағы прозалық шығармалар қаншау, поэзия қаншау, шалқыма қаншау, драма қанша, қолданылмалы әдебиеттеміз әртүрлі мақалалар, мысалы түсіндіру, байымдау, баяндау сипат. Осылардың аты, жанры, авторы, оның ішіндегі сөйленетін мазмұн, оның әртүрлі бейнелеу тәсілдер, көркемдеу амалдар деген секілді нәрселерді жігі бойынша біз ажыратып алуымыз керек алдымен. Осы арқылы нысаналы түрде, бағыттамалы түрде дайындалу керек емтиханға. Әрбір оқушы. Оқытушы да дәл осы бойынша оқушыны емтиханға дайындау керек. Енді бір айтатын нәрсе, бұл әдебиет, тіл әдебиет емтиханында тек қана әдеби шығармалармен шектеліп қалмай, әдеби білімдермен, тіл білімдері де келеді. Мәселен, біздің қазақ тілінің грамматикасы. Өйткені бұл толық ортада кәне кезгеді, өзінің оқулығы да бар. Бүкіл білім кітаптың ішінде тұр. Осығанда жаңағындай мазмұндық бөліктер бойынша дайындалу керек. Мысалы, фонетика болса, бұл тіл дыбыстарын зерттейді. Лексика болса, сөздің мағынасын зерттейді. Морфология болса, сөздің құрылысын зерттейді, өзгеру түрленуін. Синтаксис болатын болса, сөйлем жүйесін зерттейді. Осы бойынша дайындалып, осыған қатысты өткен жылғы, оның алдындағы деген секілді әртүрлі еліктеу емтихандарындағы сұрақтарға осы жаңағы бөлініс бойынша, жүйе бойынша дайындалу керек. Енді бұл емтиханға дайындалудағы ең басты мәселе, бұл емтихан неменен сынайды деген кезде, біріншісі біздің түсіну қабілетімізді сынайды. Біздің кейбір оқушылар сұрақты дұрыс түсінбейді. Бір материалды беріп, соның ішіндегі содан бір сұрақ шығарып, осыда айтылған мазмұнды байымдаңыз десе баяндап қояды. Баяндаңыз десе түсіндіріп қояды. Түсіндіріңіз десе байымдап қояды. Бұл байымдау, баяндау, түсіндіру деген үш нәрсе ұқсамайтын дүние. Осы сұрақты дұрыс түсінбейміз. Одан кейін енді бір мәселе, бұл әдебиет емтиханы өз 150 нөмір. Емтихан ұстайтын салмағы өте жоғары. Салмағы өте жоғары, одан кейін біздің оңай нөмір алуға болатын сабағымыз. Қанша дегенмен біздің өз тіліміз ғой. Сондықтан бұдан жоғары нөмір алып кету, мына математика, физика, химия, биология деген сабақтарға қарағанда біршама оңай болады. Сондықтан біз әдебиетті мықтырақ ұстасақ, біздің жоғары мектептің 750 нөмірінде әдебиеттен 135 нөмір аралығында. Тіптен 140 нөмір алам деген мақсатпен үйренуіміз керек. Осындай нөмір алғанда біз жаңағы нөмірден ұтып кететін жеріміз болады. Енді осындай жоғары нөмірді қалай аламыз деген кезде, бұл әдебиетті үйрену енді басқа жаратылысқа ұқсамайды. Бұл әдебиетті үйрену үшін негіз бала кітапты көп оқу керек. Емтихан сұрағы 2,5 сағаттың ішінде 150 нөмірді әдетте 12 бет, 16 бет, тіптен 20 бетке дейін барады. 20 бет жазуды оқып, түсініп, талдау жасап, жауап жазып болу 2,5 сағаттың ішінде оңай шаруа емес. Сізде жаңағы минутына 1 бет оқи алатын кәдімгі. Осыншалықты жоғары қабілет болу керек. Ол қабілетті қалай жетілдіреміз? Ол бір күнде жетілдіре салатын нәрсе емес. Ол жаңағы күнделікті кітап оқып тұруымыз керек. Мүмкін кейбір оқушылар болады. Мына орталауды бастауышты қаңзу тілінде оқыған. Толық ортада барып қазақ тіліне кіріп кеткен. Бұл балалар үшін әдебиет енді асалмаса асу, былайша айтқанда бір өте бас ауыртатын бір қатты қиын сабақ болып кезігеді. Осы балалар әдетте ең қиналатын сабақ әдебиет. Бұларға айту керек дегенде, бұлар жаңағы түсінбесе де оқу керек. Түсінсе де оқу керек, түсінбесе де оқу керек. 33 әріпті танып алғаннан кейін, ақырын уақыт өткеннен кейін оқи алатын боласың. Біраз уақыт өткеннен кейін түсіне алатын боласың. Артына келген кезде түсінген нәрсеңді өзің бейнелеп жаза алатын боласың. Міне осы кезде сізде емтиханға төтеп беретін қабілет пайда болды деп есептеуге болады. Бәтима мұғалім, сіз өзіңіз қоғамдық қызметіңіз Шинжаңда жүйесінде басқа қонақтарымыз сияқты сіз де мұғалімсіз. Десе де бүгін ата-ананың уәкілі ретінде келіп тұрсыз. Олай дейтініміз, былтыр жоғары мектеп емтиханда балаңыз айбол ағала балға шығып жоғары нәтижемен Бейжің жүйесіне қабылданып сол жерде оқуда екен. Біз барлығымыз қуандық, қуаныштарыңызға ортақпыз әрине. Ата-ана үшін де бұл үлкен табыс, үлкен мерей, үлкен қуаныш шығар. Ендеше сіз осындай бір бала тәрбиелеу барысында балаңызды жоғары мектеп емтиханына қарай баптау барысында қорытқан тәжірибеңізді айта кетсеңіз, басқа экран алдында отырған ата-аналарымызға да ақыл кеңес болсын. Ата-ана болу тұрғысынан баламды қарапайым болса да бір тұрмыстық шарт жағдайының қамтамасыз болуына көңіл бөлдім. Бірінші
баламның оқу үйрену жоспарына араласпадым. Бұны мен мектептің және оқытушылардың жетекшілік қылуына тапсырдым. Екіншіден, баламның көңіл күйіне ерекше көңіл бөлдім. Енді бала емтихан тапсырудың алдында ата-ана ең алдымен өзінің көңіл күйін, одан кейін баласының көңіл күйін тегішеуіне көмектесу керек деп қараймын. Ең алдымен балама мен пәлен бір нұқталы мектепке барасың, немесе сенің нәтижең пәлен болу керек деген сияқты осындай рухани жақтағы ауыртпалық түсіріп алуға көңіл бөлдім. Екіншіден, баланың үйде көңілді болуына ерекше көңіл бөлдім. Мысалы, балам қашан кешке, қашан сабағын қарап жатқанша, таңертең орнынан тұрып, қашан мектепке кеткенше мен ештеңе істеп бере алмасам да баламның қасына отырамын. Балам да осыған енді әдеттенді. Міне осы сияқты сыртқы шарт жағдайының қамтамасыз болуына көңіл бөлдім деп қараймын. Расында Айболдың жеткен жетістігін осындай ұлы ананың үн-түнсіз көрсетіп жатқан бодауымен бөліп қарауға болмайды ешқашанда. Сіздер қалай қарайсыздар? Оқушылардың көңіл күй жақтағы орнықсыздығы ол енді барлығымыз жасырып жаппайтын мәселе ғой. Әр жылы сондай болады өзім. Емтиханға таяғанда бала қорқа бастайды. Осындай кезде баланың көңіл күй орнықтығын сақтау үшін оқытушылар не істеу керек? Әрине, бала кішкене болса да толық ортаның 3-ші жылына барғанда 18-19-ға келген азаматша болып қалады. Бұл кезде әрине ол жөнінде ойлануға тиісті болады. Сол себепті оқушылардың көңіл күйінде жаңағындай орнықсыздық күйлердің болуы ол табиғи. Алайда менің қарауымша, осындай кезде мәйлі ата-ана болсын, мәйлі оқытушы болсын, мәйлі мектеп болсын, бұл жағына барынша көңіл бөлу керек. Бұл үшін ата-ана оның тұрмыстық шарт жағдайын қамдап берумен бірге, оның әркім үйрену жағдайларында болып жатқан өзгерістерді, көңіл күйінде болып жатқан өзгерістерді, оның демалысына, үйренуіне, қандай адамдармен араласып жүргендігіне барлығына қадағалап назар салуымыз керек. Екінші жақта мектеп жөнінде айтқанда, мектеп оқушылардың көңіл күйін орнықтыру жөнінде көптеген лекцияларды ұйымдастыру керек. Өйткені мектептердің барлығында әзір психикалық жетекші оқытушылар бар. Бір ай қалғанда қалай істеу керек, 2 ай қалғанда нелер істеу керек деген секілді жөнінде көптеген әңгіме. Әсіресе кейбір балалар көңілдегі идеясындағы сыртқа шығармайтын балалар болады. Енді осындай балаларға тіпті де бұл қажет болады. Оларға осы жағынан көптеп ақыл кеңес бергенде балалардың көңіл күйінің орнықтыруына себеп болады. Сол үшін мектептер көңіл күй орнықтыру тәрбиелерін, психикалық жақтан тәрбие беруді басты орынға қою керек. Демалыс пен үйренуді сәйкестіру жоғары мектеп емтиханына дайындалып жатқан оқушылар үшін расында да өте маңызды. Физиологиялық жақтан толық демалмағаннан кейін миды алмайды ештеңені. Сондықтан бірінші демалыс үйлесімді болу керек. Басынан бастап жақсырақ дайындалып, әр еліктеу емтихандарында көңіліндегідей нөмір алып жүрген оқушылар әдетте онша қобалжып кетпейді. Одан кейін жаңағы мына Байдолла мұғалім ағамыз айтқандай, мұғалімдардың жетекшілігі енді расында да өте маңызды. Мұғалім айту керек оқушыға, өте-мөте сынауға таяған сайын. Тәуекел деп бересің, өтпей қалсаң да ештеңе етпейді. Өйткені шамаңға сай тырыстың. Шамаңның жеткен жері осы болды. Оған оншалықты кетіп бара жатқан ештеңе жоқ. Сондықтан бұл емтихан деген нәрсені өздерің беріп жүрген емтихан секілді. Ол қобалжудың қажеті жоқ. Деген нәрсені оқытушы болған адам айту керек. Одан ата-ана жаңа айтқанымыздай қысым түсірмеу керек оқушыға. Шабыттандыру керек балаларды. Мұғалім да шабыттандыру керек, ата-ана да шабыттандыру керек. Сөйтсе біз балалар жаңағындай қобалжудан арылып, сондай бір өзін жеңіл сезініп, көңілді түрде береді да, емтиханда да өзін жақсы сәулелендіре алады. Енді қазір балалардың демалысы мен үйрену жайлы әңгіме болып жатыр ғой. Жалпы бір ата-ана ретінде Патима мұғалім сіздің балаңызға артық талап қоймайтындығыңыз білініп тұр. Жалпы балаңыздың емтихан нәтижесі туралы сіз қандай көзқарас ұстанып келдіңіз ата-ана ретінде? Егер баламның нәтижесі төмен түсіп бара жатса, оған ақырындықпен сұраймын. Балам мына сабақта нәтижең төмен болып бара жатыр екен, не себеп болды деп. Сонымен балам да ақырын өзінің себебін айтатын болды. Одан келе кейбір пысықтау курстеріне қатынасты. Одан кейін мемлекеттік ең алдымен мектеп ішіндегі, одан кейін қал ішіндегі, қала бойынша, одан кейін мемлекеттік емтихандарға көп қатынасуына мен жігерлендірдім. Осы арқылы балам бірі көз аясы ашылды, екінші жақтан
тәжірибе қабылдады. Меніңше осының да бір көмегі болды ма екен деп қараймын. Бірақ енді қандай пысықтау курстеріне қатынасады, қандай жарыстарға қатынасады, осының барлығы балам өзі немесе мектептегі мұғалімдер өздері жол көрсетіп берді. Тағы да ары қарай әңгімемізді жалғай берейік, осы пысықтау күресі жайлы. Иә, Санатбек мұғалім, сіз қалай қарайсыз? Және Бәтима мұғалім осындай күрестерге қатынасу арқылы ол да өзінің септігін тигізіп отыр деп отыр. Енді жалпы ата-аналардың арасында сақталып отырған бір ауқым. Қазір балаларды емтиханның алдында осындай пысықтау күрестеріне береді, пысықтау класстарына береді. Осының шынайы өнім бола ма? Сосын осы пысықтау класстарына беру барысында тағы қандай нәрселерге көңіл бөлу керек деп ойлайсыз? Енді әдетте негізі нашар осы емтиханда төмен нөмір алып жатқан оқушылар үшін айтқанда айырым сабақ беру бұл әсілі жақсы нәрсе. Енді осы арқылы да оқушы айырым, мәселен класстағы пысықтау барысында оқытушы жаңа Байдалы мұғалім айтқандай жоғары деңгейде сөйлейтін ақылдар көп болғандықтан негізі төмен оқушылар оны дер кезінде қабылдап үлгере алмай жатыр. Енді оларға бір себеп анаған ілесе алмағаннан кейін бар біртіндеп балада суыну пайда болады. Мен айсады ұқпайды екен, балалармен бірге ілесіп жүре алмағаннан кейін ода балалар арасында бір намыстанатын, өзін төмен санайтын ахуалдар психикада пайда болғаннан кейін енді бұл үйренгісі келмейтін жағдайларға апарып соғады да, нәтижесі төмендей беретіндігі керек, төмендей береді. Сондықтан енді жаңағыдай баланың өзіне айырым бір тәрбиеші алып, айырым пысықтау жасағанда оқушы да ешкімнен ұялмайтын, кеңір әңгімелесе алатын орайға ие болады. Өзі үйренемін деген бала үшін айтқанда жаңа бір жақсы таптырмасы орай болады. Енді осы жақтардан алып қарағанда әрине жетекші оқытушы ұсыныс етіп айырым пысықтау жасау баланы шабыттандыратын болса, бұл өнім өте жақсы болады. Енді жалпы бұған қарсы емеспіз. Біз сабақ оқытушыларда басқалардың да біртіндеп өстіп алға басуын тілейміз. Бірақ соларға бізде қызмет қарбаластығы түрлі жұмыстармен айырым сабақ пысықтайтын уақытымыз да жоқ. Сондықтан енді жаңағыдай оқытушы ұсыныс етіп айырым пысықтау беріп жатса, бұл нұр үстіне нұр. Үйренемін деген оқушы үшін айтқанда таптырмасы орай. Расында барлық шабандоздарға мінекей осындай жақсы нәтиже тілейміз, нұрлы болашақ тілейміз. Алуан тақырып аясында әркімнің ойы әр басқа. Біздегі бүгінгі талқы тақырыбы жоғары мектеп емтиханы жайында болып жатыр. Шабандоздарымыз осы емтиханға қалай дайындалу керек, қандай жайттерге көңіл бөлу керек? Мінекей әңгімеміз осы төңірегінде болып жатыр. Енді бағдарламамыздың сірге жияр сәтінде қонақтарымызға да тағы да сөзіміздің кезегін береміз. Қанекей өздеріңіздің қорытқан ойларыңызды қысқадан нұсқа етіп ортаға салыңыздар. Жоғары мектеп емтиханына аз ғана уақыт қалды. Көптеп әдіс үйрену керек. Шеберлік жетілдіру керек. Өйткені шеберлік болғанда ғана оқушылар емтихан сұрауларына икемді жауап бере алады. Сол үшін мен сабақтастардың осы аз қалған уақытты мықты ұстап, қабілет жетілдіріп, жоғары өрегелі емтиханда жоғары нәтижеге қол жеткізуіне тілектеспін. Енді құс екеш құста чырпыны бірден тістеп жүріп, балапан ұясынан ұшқанша шыдайтын ұя жасап бере алады. Ал ата-ана болған адамда балаға бір қарапайым болса да бір көңілді бір тұрмыстық шарт жағдайын жасап беруге міндетті деп қараймын. Бүгін жүрмесең, ертең жүгіресің деген бір ақылия сөз бар екен, сабақтастар. Бір күн бұрын қимылдасақ бір белеске артық шығамыз. Емтиханға ертерек дайындалайық, емтиханға жоспарлы, өнімді түрде жақсылап дайындалайық. Жоғары мектепке өтіп кетулеріңе, өмір жолдарыңның ашық, сәтті болуына тілектеспін. Енді жалпы ендігі қалған уақыттарын қадірлеп, оқытушының айтқандарын тыңдап, ескерткендерін елеп, осы жоғары мектеп емтиханында ойдағыдай нәтиже жаратып, аңсаған арманына жетіп, жоғары мектеп табалдырған сәтті аттаса деген тілегім бар. Аламан бәйгеге уақытпен жарыс дайындық жасап жатқан барлық шабандоздарға сәттілік тілейміз. Жүректеріміз шабысты болсын. Әрқашанда осы оқушыларымыздың рухани салмағын жеңілдетуге көп болып көмектессек екен деп тілейміз. Барлық жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.